Selam dostum. Мен seni біздің лабораториямызда көруіме бик шатпын. Бірде біз қызықты тәжірибелер өткеребіз, фәнни ашышлар ясыйбыз, һәм мауықтырғыш баш ватқышлар шешебіз. Сен әзірме достым? Алайса кеттік. Достым, мен бүгін сенің үшін тағын бір мауықтырғыш тәжірибе әзірледім. Һәм әлгі тәжірибе үшін бізге мына мындай мамықлату кереклер. Лимон һәм йод керек булачак. Баштан біз шушы момыққа біраз гына йод тамызабыз. Болды. Хәзір мына шушы лимонны біраз гына сытып, шушы йодқа тамызабыз. Сіз иқтибар білен көзетігіз, достар. Көресізме? Қайбір орынларда йод түссізлене башлады. Девам етеміз. Міне шулай деп, достар, хәтті йод та өзінің түсін юғалтырған мүмкін екен. Ғажайып хәл. Лекен bu мұғжизаның сәбәбі бик тә ғади, достар. Міне bu лимонның искиткіш бір үзіншәлігі бар. Лимон түссізлендіру сыйфатына ие. Яғни ол әйбірлерінің түсін ала. Шулайтып ол хәтті йодның да түсін юққа шығара. Һәм лимон күпме әшерек була, шул қадар ул әлгі түсіні тезірек бітіре ала. Міне шулай, достар. Ұшадымы сізге бүгінгі тәжірибе? Ұшаса, мен мұндай мауықтырғыш тәжірибелеріні көрсетуіне келесі тапшыруларда да девам етем. Шуңа көре бізні қарамай қалмағыз, достар. Әмин, әліге сіздің білен сау болашам. Келесі ұшырашуларға қадар. Хош-хош!